Паскаль тілінде берілген тапсырмаларды шешу үшін негізгі білу керек болған сұрақтар бар. Олар: құрылатын программаның негізгі мақсаты не? Қандай мәліметтер қажет? Мәліметтерді қайдан аламыз? Программаның нәтижесі бізге нені береді? Бірінші, құрылатын программаның негізгі мақсаты. Бұл программаны не үшін жазып отырмын деген сұрақ болады бірінші. Және ол маған не береді? Мысалға, ол экранға жай жазу шығару мүмкін, немесе ол есеп болуы мүмкін, немесе ол ойын болуы мүмкін. Одан кейін, қандай мәлімет қажет? Программамен жұмыс жасағанда немен жұмыс жасайды? Мысалға, не қажет етіледі? Константа, var, string, integer, real. Не керек екенін бірақ біліп алу қажет. Олардың не екенін сабақ барысында өтеміз. Үшінші, мәліметтерді қайдан аламыз? Мәліметтерді бәлкім клавиатурадан енгіземіз, бәлкім ол флешкада немесе дискте болады. Қайдан алатынымызды біліп алу қажет. Төртінші, программаның нәтижесі бізге нені береді? Программа аяқталғанда біз нені алдық, нені көрдік? Оны біз қайда орындаймыз? Экранға шығарамыз ба? Немесе рабочий столға сақтаймыз ба? Немесе оны белгілі бір дискке сақтаймыз ба? Осы аталған 4 нәрсені білсе, алда есеп шығаруда немесе программа құруда қиындық болмауы мүмкін.